Білім алушылар үшін күнделік есепті құру. Жоспарлар модуліндегі келісілген жұмыс жоспарды ашыңыз. Батырмалар лентасындағы күнделік есеп батырмасын басыңыз. Жүйедегі күнделік есеп жалпы 5 беттен құралған. Бастапқы 3 бетті білім алушы толтырып, келісуге жіберуі тиіс. Жүйедегі соңғы 2 бет сіздің практика бойынша бағалануыңыз. Бірінші бет – күнделік есеп. Мұнда титул парағы жұмыс жоспар және сіздің оған енгізген нәтижеңіз көрсетілген. Барлық нәтиже енгізілген соң күнделік есепті келісімге жіберіңіз. Ашылған келісуге жіберу бетінде сіздің келісім шарттағы контрагент бірден көрсетіліп тұрады. Келісімге жіберу үшін жіберу батырмасын басыңыз. Екінші бет – қауіпсіздік ережесі. Практика барысындағы ұйымдағы қауіпсіздік ережесін енгізіңіз. Қосу батырмасын басып, ашылған бетке қауіпсіздік тақырыбының мазмұнын және сәйкес аймен күнді көрсетіп, қосу батырмасын басыңыз. Осы реттілікті қайталау арқылы ережелерді енгізе аласыз. Барлық ережені қосқаннан кейін контрагентке келісуге жіберіңіз. Үшінші бет – контрагенттің қорытындысы. Бос бетті бірден контрагентке келісуге жіберіңіз. Контрагент поштасына келген сілтеме арқылы өтіп, жүйеде қорытындысын енгізіп, сақтағаннан кейін бірден электронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қоюы тиіс. Мәтіндік редактор толтырылып, қол қойғаннан кейін қорытынды жүйеде бірден көрсетіледі. Төртінші бет – кафедраның практиканы бағалауы. Сіздің практика жетекшісінің енгізген бағалауын көру мүмкіндігі қарастырылған. Бесінші бет – тәжірибелік бағалау. Комиссия мүшелерінің енгізген бағалауын көру мүмкіндігі қарастырылған. Күнделік есепті бір архивте жүктеу. Күнделік есептің барлық беттері толтырылып, келісілгеннен кейін, күнделік есеп бетінде барлығын бір архивте жүктеу батырмасы пайда болады. Батырманы басу арқылы PDF файл ретінде құжаттарды бір архивте құрылғыға жүктей аласыз.